Ертеде bir бақа болыпты. Ол кішкентай көлдің жанында тұратын еді. Bir күні ол үйінен ұзақ жағалау бойына секең етіп келе жатып, тоғай ішінен баратын жолдан адасып қалады. Әрі секіреді, бері секіреді. Сөйтіп құмырсқалардың жолына түседі. Осы кезде бірнеше құмырсқа шығып, оған жармаса кетеді. Бақ, яттарың жоқ па? Мен адасып қалдым. Құмырсқалар ұялып қалды. Үстінен түсіп, иіліп сәлем берді. Құрметті тәте, біздің қонағымыз болыңыз. Бақа құмырсқаларға келіп, құмырсқалардың үйіне жол тартады. Тамақ ішіп, сусыннан алып отырады, ән шырқайды, әңгіме соғады. Отырған жерінде бақа ұйықтап қалыпты. Күн тас төбеге шыққанда ғана бақа оянады. Құмырсқалар баяғыда жұмыстарына кетіп қалған, тек бір ғана жас құмырсқа қалыпты. Ол кешегі дастарханнан кейінгі ыдыстарды жуып жатыр екен. Өтінем, мынау ағаштың басына шығып қарашы, менің үйім кішкентай көлім көрінбейді ме? Құмырсқа ағашқа өрмелеп жан-жағына қарады да: Анау жақта сіздің көліңіз арқылап, апарып шығайын. Не деген мейірім едің? Жүрмен менің қонағым боласың. Жолды көше тарал қонақ боламай. Өткені біз құмырсқалар достарымыз, демалысты бірге өткіземіз, жұмысты бірге істейміз. Жақсы, бәрі келе беріңіздер. Тезірек жете алайын. Құмырсқа ағаштан түсіп, көлге қарай жүгіре жөнеледі. Бақа артынан секең етеді. Ал бақаның артынан барлық құмырсқалар керуені өзі ағады. Бүкіл ормандағы құмырсқалар бақаның үйіне қарай беттейді. Міне көлге де келді. Бақа бұрылып қарап еді, жағалау қап-қара. Бақаның көзі бақырайып: Енді не істейм, өзім ғой шақырғам. Бақ, қандай қуаныштымын. Сенде осы жағалауда күтіңдер. Мен дастарханды дайындаймын. Сөйтіп бақа суға шолп етті. Құмырсқалар күтті. Bir күн күтті, 2 күн тұрды. Ал бақа көрінбейді. 7-ші күні бір құмырсқа ашуланып: Астан өлеміз. Кеттік. Құмырсқалар белбеулері босап, қарындары қабысып үйлеріне қайтты.